Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге осындай өте керемет, дәмі деген тіл үйіретін, өте тамаша дәмді компоттың рецептісін ұсынатын боламын. Қыстың кезінде шөлдеріңізді қандырып, кез келген уақытта пайдалансаңыздар болады. Ол үшін бізге осындай таза жуылған қара өрік, яғни слива және қант қажет болады. Ең алдымен бізге осындай 2 ыдыс қажет. Екеуіне де суды құйып, біріншісіне өріктерді залалсыздандырып, екіншісіне сироп дайындайтын боламыз. Сулардың барлығын газдың үстіне қойып, жақсылап қайнатып аламыз. Суымыз қайнап болғанша өріктердің барлығын толықтай сүйекшелерінен, яғни дәндектерінен тазалап бөліп аламыз. Барлық сливаларды, яғни өріктердің барлығын толықтай осылай сүйектерінен босатып аламыз. Егер өріктеріңізде қара құрт түскен, басқа да жаңағындай артық заттар болатын болса, оның барлығын пышақтың көмегіменен толықтай алып тастағандарыңыз жөн. Негізі компот жапқанда өріктердің тәттісіне қарай таңдағандарыңыз жөн. Сол кезде компоттарыңыз өте тәтті болып шығатын болады. Өріктеріміз дайын. Енді жаңағы қайнап жатқан суларымызға назар аударамыз. 2 ыдыстағы суда қайнады. Бірінші ыдыстағы суға тиіспейміз. Екінші үлкенде ыдыстағы суға қантымызды салып, жақсылап араластырып, 5 минутта қайнатып, осылайша жаңағы компотымызға сироп дайындаймыз. Сироп дайын болғанша осындай какпырды алып, қажетті мөлшердегі қара өріктерімізді какпырдың ішіне салып аламыз. Салынған өріктерімізді жаңағы бірінші ыдыстағы қайнап жатқан судың ішіне шамамен 2-3 минуттай салып, ыстық суда ұстай тұратын боламыз. Кейін жаңағы уақыт өткеннен кейін өріктерімізді алып, алдын ала залалсыздандырылған банкамыздың ішіне саламыз. Менің каналымда банканы қалай дұрыс залалсыздандыруға болатын жайлы видео бар, көрсеңіздер болады. Мен банкаларды дәл сол рецептпен залалсыздандырып дайындаймын. Сол кезде банкаларым атылмай және ішіндегі дайындап қойған заттарымның барлығы көгермей, қыс бойы жақсы сақталады. Өріктерді салып болғаннан кейін жаңағы қайнап тұрған күйіндегі сиропты бірден өріктің үстіне құятын боламыз және қақпағын бірден жауып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, сироп құйылған сәттен бастап өріктерімізден қанық қызыл түс шығып жатыр. Өте әдемі әрі өте тартымды түс пайда болып жатыр. Барлық сиропты құйып, қақпақтарын жауып болғаннан кейін осындай құралды алып, банкалардың үстіндегі қақпақтарды толықтай жауып тастайтын боламыз. Айта кететін бір жағдай, компотқа сиропын дайындаған кезде үстіне қант салғанда, қанттың мөлшерін өздеріңізге байланысты етіп салсаңыздар болады. Қанттың мөлшерін көбейтіп немесе азайтсаңыздар болады. Егер қантын көп салсаңыздар, қыстың күні жаңағы банкаларыңыздағы компоттың үстіне бірге бір етіп қайнақ суды құйып ішсеңіздер өте дәмді. Оның үстіне компоттарыңыздың мөлшері көбейіп, жақсы болып шығады. Жасап көріңіздер. Мен жыл сайын дәл осы рецептпен компот дайындаймын. Енді жаңағы жабылған банкаларымыздың барлығын алып, осындай орамалдың немесе көрпенің үстіне, яғни жылы жерге банканың басын төңкеріп, яғни осылай видеода көрсетілгендей етіп орналастырып, барлығын қойып аламыз. Кейін бетін жаңағы көрпеменен жауып, бір тәулікке компоттарымыз толықтай суығанша қойып қоямыз. Шынымен де дәл осы рецептпен компотты жабатын болсаңыздар, үйдегілеріңіздің барлығы қуанып, тек қана осы компотты сұрайтын болады. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Басты сиропты дайындаған кезде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қанттың мөлшерін не көбейтіп, не азайтып салсаңыздар да болады. Олайда ешқандай компоттың дәмі өзгермейді. Бір кісілер тәтті компотты жақсы көреді, біреулер қышқыл компотты жақсы көреді. Сол себептен өздеріңіздің дәміне қарай барлығын реттеулеріңізге болады. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, видео ұнаса міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.